Аллаға шүкір. Бауырлар, мынандай мәселе ғой. Бір бауырым айтқан еді, сол той мәселесінде асаба болып жүрді. Ол бауырымыз қажылыққа барып келді. Қажылыққа барып келгеннен кейін ол түсіндім дейді. Жаңа бауырым айтады. Сөйтіп кейін сол бауырымыздың қаншама тойлардың арақсыз өтуіне де сол себепкер болды. Жаңа айттық қой бауырлар, біздер бір күнәнің тоқтатылуына себепкер болайық. Жарайды, сіз алдына жазылып қойған шығар, сізге айтылып қойған шығар. Бірақ сол жерде де барынша соны ақырындап адамдарға ғибратты нәрсені айтқыздырып, ана жерде өтірік нәрсені жырқылдатып күлдіре бермей елдің бәрін. Өткенде бір бауырымыз сұрақ қойды, таксовать етем дейді. Өткенде түнде дейді, бір жас жігіт мені жалдады, үйіне бардық. Ол жігіт Қапшағайда казинодан келатқан бала екен. Казинодан ұтылған. Сөйтіп Қапшағайдан Алматыға үйіне келіп, ақша алып, қайттан кетіп бара жатыр енді бала. Сөйтіп мені жалдады дейді. Енді жаңа таксист жігіт сұрап жатыр деді, болашақта сондай апарсам бола ма, болмай ма деп. Жаңа жігіт айтып жатырмын, бауырым, сен апармасаң да бәрі ол жетіп алады любой нәрсемен. Сен апармасаң да арғы басқа біреуге мініп кете береді ол. Сен ниетің ондай адамдарды тасу емес. Бірақ сен бұдан кейін шықса апара бер. Апар. Сол Балқашқа неге Қапшағайда апара бер. Бірақ барғанша кішкентай болса да бір нәрсені айтып қал. Бауырым, сен бала шағаң бар ма? Бар. Сен балаларыңның аузынан жүріп сен неге бара жатсың ойынға? Қазір сен саласында ұтылып қаласың. Ертең балаларың не болады сенің? Бұл негізінде дұрыс емес нәрсе. Деп ақырындап соны барғанша ақырындап мысалдармен, жұмсақ қылып айта берсін, ол бала мүмкін сонымен түсіп казиноға кіріп кете береді. Бәрібір де оның жүрегінде кішкене бір нәрсе қалады екен. Мамандардың айтуынша. Өйткені, мысалы, бір адам намазға кіреді ғой. Намазға. Или немесе бір адам дінді қабылдайды, басқа діннен келіп. Сөйтіп, жанындағы достары, мына кісі себепті деп мақтайды ғой. Бәріміз, Алла разы болсын, аға сізге машалла екен деп. Бірақ мамандардың айтуынша, мына кісі ғана емес дейді. Бір адамның дінге келгеніне. Ол мына ыдыс секілді деп айтады. Мына ыдысқа сол адамға көп адамдар еңбек етті. Әр адам жолыққан кезде оған бір тамшыдай түсе берген еді. Ол толып, соңында бір тамшы жетпей тұрды оған. Сол кезде мына кісі береді соны. Сен не деген ақылды адамсың сен? Сен дінді қабылдасаң ғой шіркін. Сенен сондай бір деп жақсы сөздер айтты да ол кісі. Сөйтіп сол бір тамшыны түсірді ғой мына жерге. Ол бірден несі ашылды. Болды, не істеуім керек, кеттік деп дінді қабылдайды. Кейін мияқта бізге көрінген кезде кім себеп болып қалады? Мына кісіні ойлаймыз бәріміз. Мына ағамыз машалла, адамдар дінге жығып жатыр деп. Бірақ оған дейін қаншама адамдардың мына жерде еңбегі бар да мына жерде. Біреудің жақсы көршісі бар еді, оған көп нәрсе айтқан еді, досы бар еді. Жолда қалып кеткен кезде бір адамдар оны көмектесіп, нетіп жіберген еді бір жерлерде. Сол секілді жаңағыдай мәселелерде ниетті тұрлап алып, ақырындап көмектесу керек екен. Бірақ тақуалығын ұстап, әрине тақуалықты ұстануға әрекет жасау керек, барынша. Тақуалығын ұстап, ондайға бармай-ақ қойын, күмәнді нәрсе десеңіз, бармағаныңыз абзал. Көзіңіз көріп тұрсыз, ішімен арақпен дүркірет бір той істеп жатыр. Барсаң, ішіп ал, ешкім тыңдайын деп тұрған жоқ сені. Адам ішіне ішіп алған екен, жын кіріп кетеді. Ол не айтып не қойғандарын да білмейді ана жерде. Абзалы бармай қойғаныңыз. Бауырым, ренжіме. Не үшін бармайсың десе, өйткені арақ қоясың ғой сен. Арақ қоймайсың ба? Онда барам. Және скидка болады саған. Құдай үшін сен арақ қоймай істе тойыңда. Мен адамдардан осындайға барып атқан болса, мысалға 100 000 теңгеге, саған скидка болады, осынша пайыз. Деп, о адамды сөйтіп әрекет жасап, ықпал жасамауға болатын жолдары бар.